папа екеуміз таңғы асымызды ішіп жатырмыз. Папа, жаңа сіз айтып едіңіз ғой өзіңіздің ой пікіріңізді жаңағы тақырып бойынша. Тағы да қайталап айтып кетсеңіз, камераға түсіріп қойғым келеді. Андай, жаңа айттым ғой, заңғар ерке бала енді Алла қаласа сондай жауапты, қамқор әке болады деп. Енді ол заңғар, иә, қамқор, жауапты бала ғой енді. Аяғында жауапты бала. Бұл жерде өзінің баласын жек көретін адамды мен көрген емеспін, қызым. Просто қалай айтсам болады. Мен мысалға осы балаларым үшін енді барлығын қолымыздан келген жасадық қой, қызым, кезінде. Енді ол қалай айтсам болады. Менің мысалға балаларыма жасағанымды, мысалға сенің аяңыңды алайын. Сенің аяның маған ол еш уақытта қайтара алмайды. Еш уақытта ол мен істегенімді қайтара алмайды маған. Ол ертең ана балаларына қайтарса, сол кезде ол маған қайтарғаны болатын шығар деп өзім солай ойлаймын. Өйткені ата-ананың істегенін баланың қайтаруы мүмкін емес ол. Ол өз баласына істейді ертең. Сол кезде мен, мысалға, мен ертең қартайғанда мына жерде отырамын. Кіресіңдер, шығасыңдар бала-шағаларыңмен. Сол кезде күліп шығып жүрсеңдер, мәз бол. Маған басқа нәрсе керек жоқ. Ол сол маған қайтарғаны болады да ол. Менің өзімнің ойым сондай, қызым. Сол кезде ол маған қайтарғаны болады. Ата кім баласын жек көреді? Аян да баласын жек көрмейді, Заңғар да баласын, Қайраттың да баласын жек көрмейді. Вот сендер мәз болып кіріп шығып жүрсеңдер, сол маған қайтарғандарың. Мен өзім солай ойлаймын. Аянның маған, менің істегенімді маған қайтарған сол болады. Сендер кіріп шыққанда, күліп шығып жүрсеңдер, мен соған мәз болып отырам. Балаларым керемет семья болып жатыр. Болды, сол қайтарған. Сол сияқты ол аян да ертең баласына істейді. Баласы өз баласына істейді. Ол өмірдің заңы сондай нәрсе ғой. Менің істегенімді аянның қайтару мүмкін емес маған. Жақсы болып жүрсе сол қайтарған болды. Қызым солай.